Армысыз құрметті көрермен, тозынақ зияткерлік ойыны туралы бағдарламалар циклінің кезекті сабағын бастаймыз. Өткен сабағымызда тозынақ ойындағы шабуыл жасау және оның түрлеріне тоқталғанбыз. Бүгінгі сабағымызда тозынақ ойындағы қорғану және оның ерекшеліктерін қарастыратын боламыз. Жаңа сабаққа кіріспес бұрын өткен сабағымыздағы тапсырманың жауабын қарасақ. Тақтадағы жағдайдан шабуыл жасау арқылы бастаушының ұтысқа жеткізетін жүрістерін табу керек болатын. Бұл тозынақ теоретигі Әбілді Ақшораевтың есебі. Шешімі Мақсат Шотаевтікі. Әрине, 7 құмалақтан қалыпты жағдайда 3 құмалақ алынады. Бірақ тақтадағы жағдайға тереңірек назар аударсақ, ақ жағының ұтуына да мүмкіншілік бар секілді. Оған себеп қара жағының 3 отауында орналасқан 2 құмалақ. Сондықтан бастаушы шабуылдауды дұрыс ұйымдастыру арқылы 4 құмалақ ұтады. Дұрыс қорғаныс арқылы құмалақтарды ұттырмауға, белсенді отаулардан айырылмауға, тұздық бермеуге, қарсыластың алға қойған мақсатын жүзеге асырмауға болады. Қорғану дегеніміз қарсыластың шабуыл жасау тәсілдеріне тойтарыс беру. Қорғаныс тәсілдерінің бірнеше түрлері бар. Бірінші шабуыл көзін жою, екінші шабуылдаушы құмалақтардың бағытын ауыстыру, үшінші қарсы соққы, төртінші комбинация жасауға кедергі жасау. Шабуыл жасау комбинация жасаудың маңызды бір бөлігі болып табылады. 1977 жылдан бастап тозынақтың жекелей чемпионаттарында спорт шебері атағын беретін болып шешілді. 1978 жылы Қазақ СССР ресми чемпионы болған қостанайлық Дмитрий Поляков спорт шебері атағына тұңғыш рет ие болды. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Жүріс және ұтыс бастаушыдан. Қостаушының қазанында 76 құмалақ бар және ұтысқа жету үшін 6 құмалақ керек. Ол үшін қара жағы 10 құмалақтан 6 құмалақ алудың тәсілін жасау керек. Бірінші жүріс қарадан 67. Осы шабуыл жүрісінен кейін бастаушы дұрыс қорғануы керек. Екінші жүріс 67. Бастаушы нөмір 2-ші отаудағы құмалағын шабуыл өтіне қалдырып кетті. Екінші жүріс қараның жүрісі 72. Үшінші жүріс 67-92, төртінші жүріс 1-2 91, бесінші жүріс 78-82, алтыншы жүріс 1-2. Қалған құмалақтардан қостаушы құмалақ ұтып ала алмай жеңілуге мәжбүр болады. Бұл мысалдан тақтадағы жағдайды дұрыс бағамдау арқылы, қорғаныстың тиімді тәсілдерін пайдалану арқылы ұтысқа жетуді көрдік. Сонымен бүгінгі бағдарламамызда қорғаныс тәсілдерімен таныс болдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап өтіп еске түсіріп алсақ. Қорғану дегеніміз қарсыластың шабуыл жасау тәсілдеріне тойтарыс беру. Дұрыс қорғаныс арқылы құмалақтарды ұттырмауға, белсенді отаулардан айырылмауға, тұздық бермеуге, қарсыластың алға қойған мақсатын жүзеге асырмауға болады. Қорғаныс тәсілдерінің бірнеше түрлері бар. Шабуыл көзін жою, шабуылдаушы құмалақтардың бағытын ауыстыру, қарсы соққы және комбинация жасауға кедергі жасау. 1977 жылдан бастап тозынақтың жекелей чемпионаттарында спорт шебері атағын беретін болып шешілді. 1978 жылы Қазақ СССР ресми чемпионы болған қостанайлық Дмитрий Поляков спорт шебері атағына тұңғыш рет ие болды. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Қорғану тәсілі арқылы бастаушының ұтысқа жеткізетін жүрістерін табуыңыз керек. Жүріс бастаушыдан. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тозынақтағы байлау қою тәсілдеріне және ерекшеліктеріне тоқталамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.